Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық каналы. Достар, бүгін біз бүйрек ауруы, пиелонефрит туралы айтатын боламыз. Егер каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Пиелонефрит бұл бүйрек тінінің жамбас және тостағандарға әсер ететін жұқпалы ауру. Инфекциялық қуық пен зәр шығару жолынан сирек қан және лимфа арқылы енеді. Жедел және созылмалы пиелонефрит болып екіге бөлінеді. Аурудың өткір түрінде міндетті түрде урологқа қаралу керек. Пиелонефрит ауруының белгілері: жедел түрінде дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріледі, бүйрек аймақтарында ауырсыну болады, қатты қалтырау, жүрек айнуы, су бас ауруы болады. Ал созылмалы түрінде температура 37,2, 37,4-ке дейін барады. Бүйрек аймақтарындағы түтіккен мезгілдегі ауырсыну және шаршау, әлсіздік, тәбеттің төмендігі, осы белгілер созылмалы болып табылады. Бүйректің негізгі қызметі қандай? Бүйректер қаныңызды сүзетін бұршақ тәрізді екі мүше. Бүйректер зәр шығару жүйесінің бөлігі болып табылады. Күн сайын сіздің бүйрегіңіз шамамен 200 литр сұйықтықты сүзеді. Бұл шамамен үлкен ваннаны суға толтырғанмен тең. Бүйрек денеңіздегі несеп ретіндегі қалдықтарды шығарып отырады. Көптеген адам күніне шамамен 2 литр зәр шығарады. Бүйректер қандағы токсиндерді және қалдықтарды тазалап, әр минут сайын жарты кесе қанды сүзеді. Өмір сүру үшін сізге бүйрек керек, бірақ сіз тек бір бүйрекпен өмір сүре аласыз. Бір бүйректі алып тастауды радикалды нефректомия деп атайды. Ол қандай жағдайда алып тастайды? Бір бүйрегі жаман ауруға ұшырағанда, немесе донор болғанда, жол апатына ұшырағанда, жарамсыз болып қалған кезде сол бір бүйректі алып тастайды. Ал бір бүйрекпен өмір сүруге болады. Пиелонефритті шөптік дәрімен емдеу. Қалақай қайнатпасы. 1 стакан қайнаған суға жаңа қалақай жапырағын қосыңыз. Су моншасында 15 минут ұстап, тамақтану алдында бір уақытта жарты 0,5 грамм стакан ішіңіз. Екінші, будыра шырмауық жапырақтарының тұнбасы 5 грамм, терек бүршіктері 10 грамм, ақжелкен шөбі 20 грамм. Күніне 3-4 рет 0,25 грамм кеседен қабылданады. Қайын шырыны. Көктемде күніне 3 рет тамақтанар алдында аш қарынға 1 стакан ішсеңіз болады. Келесі, жол желкен шырыны. Бір ас қасықтан күніне 3 рет тамақтың алдында қабылдасаңыз, бүйрегіңізге ем болады. Өмір салты ерекшеліктері. Қалыпты ұйқы және демалу кестесін орнатыңыз. Стресстен аулақ болыңыз. Емделудің үздіксіз принципін сақтаңыз. Аурудың негізгі көріністері жойылғаннан кейін емдеуді тағы 1,5-2 жыл бойы жалғастырыңыз. Содан кейін қолданылған өсімдіктерді қолданыңыз. Профилактикалық түрде салат түрінде қолдансаңыз болады. Және сорпа тағамдарға қосып, қолданылған шөп дәрілерді қолдансаңыз болады. Дер кезінде дәрігерге қаралыңыз. Бүйректің ауруы пиелонефрит 2 түрге бөлінеді дедік қой, жедел және созылмалы. Аурудың өткір кезеңін тезірек урологқа уақытылы қаралғаныңыз жөн. Әр адамның денсаулығы өз қолында. Дендеріңіз сау, ауырмаңыздар.